Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы медеу мұз айдыны. Бүгінгі сабақта сөздерге сұрақ қоюды, сұрақтар бойынша кестені толтыруды үйренесің. Оқушылар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Асқақ, әлем, таудың ортасы, билетсіз. Жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне жазып алыңдар. Жаңа сөздер мен сөз тіркестерін сөйлемдер құрастырып жазайық. Іске сәт. Біз ұсынған сөз тіркестерін бірге тыңдайық. Асқақ тау, ғажап әлем, биік таудың ортасы, билетсіз отыр. Сөйлем. Саяхатшылар биік таудың ортасына шықты. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, мына суреттерге көңіл бөлейік. Әр суреттен негізгі тірек сөзді теріп жазайық. Тірек сөздерден кластер құрастырамыз.
Негізгі тақырып медеу мұз айдыны. Ойланайық. Оқушылар, біз ұсынған кластерға көңіл бөлейік. Медеу мұз айдыны дегенде нені елестетеміз? Тау ортасы, спортшылар, сырғанайды, көңілді, коньки, жарыс, тебу, сырғанақ, демалады. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Енді осы сөздерді сабақ барысында қолданайық. Іске сәт. Оқушылар, кластердегі сөздерді пайдаланып, мына сұрақтарға жауап берейік. Бұл не? Ол қайда орналасқан? Онда кімдер бар? Онда нелер бар? Айналасында не бар? Табиғаты қандай? Оқушылар, сәттілік тілеймін. Оқылым. Жұптық жұмыс. Мәтінді оқып, сұрақтар құрастырасыңдар. Оқиық. Алматыда медеу мұз айдыны бар. Ол таудың ортасында орналасқан. Онда қысқы спорт жарыстары өтеді. Табиғаты өте ерекше. Тауда шыршалар өседі. Мұнда қонақтар көп келеді. Спорт жарыстарын көреді, демалады. Енді оқушылар, сұрақтар құрастырамыз. Іске сәт, ойланайық. Оқушылар, сұрақтарды тыңдайық. Алматыда не бар? Ол қайда орналасқан? Онда нелер өтеді? Табиғаты қандай? Тауда нелер өседі? Мұнда кімдер келеді? Қонақтар не істейді? Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларыңыз сәтті шықты деген ойдамын. Енді осы сұрақтарды қолданып, диалог айтайық. Іске сәт. Алматыда не бар? Алматыда медеу мұз айдыны бар. Ол қайда орналасқан? Ол таудың ортасында орналасқан. Онда нелер өтеді? Онда қысқы спорт жарыстары өтеді. Табиғаты қандай? Табиғаты өте ерекше. Тауда нелер өседі? Тауда шыршалар өседі. Мұнда кімдер келеді? Мұнда қонақтар көп келеді. Қонақтар не істейді? Спорт жарыстарын көреді, демалады. Оқушылар, мәтінді қалай тыңдадық? Қалай оқыдық? Соны тексерейік. Келесі тапсырма: кестені толтыру, дұрыс және бұрыс белгілерін қою. Ойланайық. Іске сәт. Оқушылар, бірге тексерейік. Дұрыс. Ол таудың ортасында орналасқан. Тауда ағаштар өседі. Мұнда спорт жарыстары өтеді. Бұрыс. Астанада медеу мұз айдыны бар. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, жазылым. 4-ші тапсырманы жұпта орындайық. Сұрақтар бойынша кестені толтырып, дәптерлеріне көшіріп жазыңдар. Сұрақтар: кім, қашан, қайда, не істеді? Үлгіні оқып алайық. Айдос қашан? Қыста.
Қайда? Семейге. Не істеді? Барды. Осы үлгісі бойынша жалғастырып толтырайық. Іске сәт. Ойланайық. Оқушылар, тапсырманың жауабын бірге тексерейік. Кім? Майра. Қашан? Кеше. Қайда? Далада. Не істеді? Ойнады. Кім? Сәкен. Қашан? Бүгін. Қайда? Мектепте. Не істеді? Болды. Кім? Сәния. Қашан? Жазда. Қайда? Алматыда. Не істеді? Демалды. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, тақырып бойынша сөз жұмбақты шешейік. Сөз жұмбақ 5 сөзден тұрады. Бірінші, экспонаттарды көруге болатын орын. Екінші, наурыз айында асыға күтеміз. Ол не? Қазақ ұлттық аспабы. Төртінші, Астананың бас нышаны. Және бесінші сөз, суретшіге керек зат. Оқушылар, ойланайық, іске сәт. Оқушылар, сөз жұмбақтың шешуін бірге тексерейік. Бірінші сөз, экспонаттарды көруге болатын, ол мұражай. Наурыз айында асыға күтеміз, ол мереке. Қазақ ұлттық аспабы, ол киелі домбыра. Астананың бас нышаны, әрине бәйтерек. Суретшіге керек зат, ол бояу. Ортасында шыққан сөзге көңіл бөлейік. Ол медеу деген біздің тақырыпқа байланысты сөз. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, енді сабақ бойы алған білімімізді пысықтайық. Умайгра ойынын өткізейік. Ойланайық. Сұрақтарға дұрыс жауап берейік. Іске сәт. Оқушылар, ойын бойынша барлық сұрақтарға дұрыс жауап бердім деген сенімдемін. Үй тапсырмасы 99-шы бетте 3-ші тапсырма бойынша сөйлемдерден мәтін құрастырып айту керек. Іске сәт. Оқушылар, енді бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын.